Армысыздар, тәуелсіздік пен достықтың туын тіккен, елдің ертеңгі күнінің еңселі ұрпағын саналылыққа тәрбиелеп жүрген ұстаздар қауымы. Алдарыңызда бүгін білім мен білік сыналар заманда шәкірт тәрбиелеу арқылы өзін шыңдап жүрген шығармашыл ұстаз Түркістан облысы Түлкібас ауданы Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қойлыбаева Гүлнұр Жаңабекқызы. Гүлнұр Жаңабекқызы, шығармашылық ұстаз жолы қалай басталды? Мектептің жаңа мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектепте сондай болмақ деп Ахмет Байтұрсынның айтқандай, ұстаздық жолында жүрек қалауымен таңдап, Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінде 15 жылдан бері аянбай еңбек етіп келемін. Сол еңбектің арқасында керемет жетістіктерге жеттім. Шығармашылық шыңдауыңызға не себеп болды? Менің шығармашылық шыңдауыма, мамандығыма деген сүйіспеншілігім, үнемі ізденіс үстінде болуым және мектеп ұжымы шабыт берді. Себебі біздің мектеп үздік педагогтар мекені. Сіздің мақсатыңыз айқын ба? Мақсатым үнемі ізденіп, абыройлы ұстаз атану. Міндетім қоғам сұранысына жауап беретін шәкірт тәрбиелеу деп нақтыладым. Сұхбатыңызға рахмет, Гүлнұр Жаңабекқызы. Сіз нағыз шығармашыл ұстазсыз. Болашақтың кемел кілті, рухты елдің ертеңі білімді жастар тәрбиелеуде өзіндік бірегей бағытты таңдаған Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебі менің жүрегімнің таңдауы. Ауылым ата мекенім. Алаш арыстарының бірі Ахмет Байтұрсынұлы ұстаздарды адамдық диқаншысы деп бекерден бекер атамаса керек. Шәкіртінің бойына білім нәрін сүйіп, адамгершілік дәнін егетін абзал жандарды қалай құрметтесек те артық емес. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Дана Абай айтқандай, жауапкершілігі мол мамандықты таңдап, сол жолда аянбай тер төгіп жүрген жандардың бірі Түркістан облысы Түлкібас ауданы Жабағылы ауылындағы Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, жоғары санатты педагог зерттеуші, мектеп тренері, онлайн педагог Қойлыбаева Гүлнұр Жаңабекқызы. Республика көлемінде танымал болған ауылының, ауданының мақтанышына айналған Гүлнұр Жаңабекқызы білім саласында 2005 жылдан бері жұмыс атқарып келеді. Сол жылдарда өзінің еңбекқорлығымен, жаңашылдығымен ерекшелене білген Гүлнұр Жаңабекқызы тәрбиелеген шәкірттері арқылы аудандық, облыстық байқауларда топ жарып, жүлделі орындарды иемденді. Сонымен қатар, карантин уақытында өзінің үздік іс тәжірибесін біліктілігімен ұштастыра отырып, өрлеу біліктілікті арттыру орталығымен бірлесіп бейне сабақтар түсіріп, цифрлы оқыту ресурстарын әзірлеуге атсалысты. Қазіргі таңда Гүлнұр Жаңабекқызы креативті ұстаз курсының авторы. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Ал оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады дегендей. Біз, ұстаздар қауымы, өз білімімізді жетілдіріп, уақытпен бірге қадам басу үшін үнемі дамып, кәсіби шеберлігімізді шыңдап отыруымыз қажет. Осы орайда ұстаз қызметінің тиімді және табысты болу мақсатында цифрлы ресурстарын әзірлеген өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының білім беру платформасы кең мүмкіндіктер бере алды. Аталған білім беру арнасында 5000-нан аса сандық бейне сабақтар дайындалып, бұл процеске республиканың үздік мұғалімдері тартылған болатын. Мен солардың бірі болып, тренер жетекшінің басшылығымен бейне сабақтарды құрудың қыр-сырын меңгердім. Сабақ құрылымын жоспарлау, интербелсенді сервистермен жұмыс жасау, креативті инфографикаларды пайдалану тұстас тәсілдерді сабақтарда тиімді қолдана бастадым. Қашықтан оқыту кезінде қандай платформа арқылы оқыған тиімді? Оқушының білімін толықтыру бойынша қандай оқыту және бағалау құралдарын пайдаланамыз деген мәселелер төңірегінде құзыреттілігімді арттырдым. Нәтижесінде қазір онлайн педагогпын және креативті бейнесабақ марафонның авторымын. Көптеген ұстаздарға онлайн және офлайн оқыту жағдайында түрлі интерактивті сервистерді,
электронды оқулықтарды, Google өнімдерін дайындауды, креативті бейне сабақ пен презентациялар және нәтиже жетуді үйретіп жүрмін. Біздің әріптесіміз Гүлнұр Жаңабекқызы республика көлемінде ұстаздарға креативті ұстаз онлайн марафонын жүргізіп келеді. Өзіміздің мектептің мұғалімдері де Гүлнұрдың курстарына қатысып, Google өнімдерін қолдануды, Google формада сауалнама, тест құрастыруды, БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын құрастыруды, түрлі интерактивті тақталарда жұмыс жасауды үйренді. Қазіргі кезде сабақ барысында осы үйренгендерімізді қолданып, ұжым болып жаңаруға бет бұрған жайымыз бар. Шалғайдағы шағын мектептің мұғалімі бола тұра, өзінің еңбекқорлығымен, ізденімпаздығымен, алғырлығымен, жаңашылдығымен мектебімізді, ауданымызды, қала берді, облысымызды танытып жүрген Гүлнұр әріптесімізді мақтан тұтамыз.